Әсет кеткен жағына қашан оралады? Аллаху алем. Ештеңе дей алмаймын. Түсінікті. Жақсы, рахмет. Сау болыңыздар. Сау бол, бала. Субханалла, ахи. Ахи, не еркелетіп отырсың мына баланы? Қанша рет айтамын саған? Сабыр деп қанша рет айтамын? Біріншіден бұл Әсеттің досы. Екіншіден көрдіңдер ма? Жүректі батыл болар секілді. Денесін қара. Бізге мынандай жігіттер керек. А сендер не жасайсыңдар? Әлсіз жерлерін тауып дипломатичный жұмыс істемей субханалла, не жасамай. Субханалла, ахи. Сен білмейтін жол. Солай. О, ахилар. Намаздың уақыты келді. Тақырата ғой. İnşallah. Армансыз бүркілдім ау. Мен мұның бәрін ұмытып қалыппын. Сен айтқасын барып есіме түсті. Демек Әсет танисың ба? Әрине таним. Сол менің Әсет досымның қазір жағдайы ауыр болып тұр. Не болды, ауырып қалды ма? Жоқ. Енді. Бір түсініксіз ортада жүр. Тіпті жақсы адамдар деуге де келмейді, жаман деуге де келмейді. Мақсаты белгісіз бір топта жүр. Жоқ, қандай орта ол? Қылмыспен айналса ма, әлде есіртіп пайдалана ма? Жоқ, қарлаш, оның бірде емес. Жай бір діни ортада жүр. Әлгі балақтарын қайырып, сақалдарын өсіріп алатындар ма? Сен оларды қайдан білесің? Қазір қалада олар туралы көп айтады. Оларды вахабиттер дейді. Иә, адамдар олар туралы өте көп қорқынышты нәрселер айтады. Адамдар да айта береді екен. Сосын Құранды олар кері қарай оқиды дейді. Намазды құбылаға қарамай оқиды дейді. Не күлесің? Олай емес пе не? Істе олай емес. Мен олардың орталарында болғам. Олар Құранды бізше оқиды. Кәдімгідей дұрыстап оқиды. Намазы да құбыла қарап жығылады. Сен олардың орталарында болдың ба? Иә. Бірде Әсет іздеп барғам. Олар саған ештеңе жасаған жоқ па не? Не істеуші еді маған? Білмеймін енді, қалада адамдар олар туралы өте қорқынышты нәрселер айтады, қайдан білейін? Адамдар айта береді ғой, қарлығаш. Дегенмен сақ болшы, иә? Сен олардың ортасына енді бармай-ақ қойшы. Қарлығаш, олардың ортасына баруға өзімде құқым жоқ. Бірақ қайтсем де досымды ол жерден шығарып алуым керек. ولقد
бауырлар, репит дем алам. Қалай ақи, шаршадың ба? Айтпа шаршадым. Сен ше? Мен ше шаршаған жоқпын. Тек мына рюкзак дейді. Иығымды қажап тастады. Айтпа. 20-25 килограмм бар шығар ішінде, одан көп болмаса. Это вам самим полезно дейді. Қай жері полезно? Иықтан иық қалдырмады. Солай дейді ғой ақи. Кезінде горячий точкалерде болған дейді ғой. Спецназа инструктор болған деп естідім. Жахил кезінде. Серьезно, ақи? Серьезно. Йо, ақи, нам крышка. Зато ақи ертең Пакистанға барғанда өзімізге оңай болады. Иншалла оңай болады, ақи. Иншалла. Айтпақшы, сен айтқаннан кейін бар ғой, мен вахабиттер туралы ана-мына сұрастырдым. Я, түсінгенім олардың ұстанымы мүлдем дұрыс емес. Олай деме қарлығаш. Неге? Өйткені сен білмейсің. Неге? Оқыдым ғой. Мен адамдардан сұрастырдым. Қарлығаш, адамдардың барлығы дін дегенде білгіш болып кетеді. Енді ненің дұрыс, ненің бұрыс екенін білеміз ғой. Қарлығаш, түсінесің бе, ғылым, дін деген бұл үлкен ғылым. Ғылымдардың атасы. Сен білесің ғой? Иә, білем. Ендеше, мектептен кейіндегі физиканың кванттық мәселелері туралы талқылай аламыз ба? Жоқ. Енді? Жоқ, мен сізді енді болғанда, мысалы, стаканның қандай жағдайда балқитынын, қандай жағдайда еритінін физикалық қасиеттерін айтып бере аласың ғой сен? Ал болғанда, космостағы черная дыра деген естуің бар ма? Естуім бар. Бір-екі рет хабардан көргем телевизорда. Ендеше, сол черная дыраға стаканның құлап бара жатқандағы физикалық жағдайларын ғалымдар болжап болса да айтып бере алады. Өйткені олар сол саланың жігін шағып, майын ішкен адамдар. Сол салаға өмірін арнаған адамдар. Оның дінге не қатысы бар? Қарлығаш, дін ол ең үлкен күрделі нәрсе ғой. Адамдар мыңдаған хадис жаттап, хафиз атанып жатса, Құрандарды тәпсірлеп, мұстафир атанып жатса, оның барлығын еріккеннен жасамаған шығар. Көрдің бе? Олардың қасында біздің дін туралы көсіліп әңгіме айтуымыз сол жаңағы физиканың кванттық мәселелерін талқылағанмен бірдей болып келеді. Түсінесің бе? Асап. Мысалы, сен қазба жұмыстарын жүргізіп жатқанда, біздің ауылдағы Сәния әже келіп саған, мынауың дұрыс емес, мынауың қате десе не істер едің? Еш мән бермесең. Ал сен сол қазба жұмыстарынан бір жаңалық ашсаң, оған ертеңгі күні қарсы мақала шықса, бұл мынау дұрыс емес, мынау ешқандай ғылыми дәлелдер жазылған, ешқандай ғылыми зерттеу жоқ десе, не қылар едің? Кім жазады? Мысалға, Сәния әженің көршісі Әсем әже. Сіздің ауылдың кемпірлерінен басқа айналысатын шаруа жоқ па? Қарлығаш, расында. Қойшы Рахим, қайдағыны айтпай. Көрдің бе? Біздің де дін туралы әңгіме қозғауымыз осы әжелердің тірлігімен бірдей. Сонда сен вахабиттердікін дұрыс істегің келіп тұр ғой? Жоқ, Қарлығаш, олардікін дұрыс деп отырған жоқ. Бірақ олардікін дұрыс емес деу үшін де білім керек деп отыр. Ақылдым мен. Қарлығаш. Рахим, қайдағы бір вахабиттерге көңілімізді түсірмейікші. Сол қайдағы бірлердің арасында менің де бауырым жүр.